Gelіңіздер. Шыққан биік төріңіз, алқалаған ел жұрттың ағаласын көріңіз. Бақыт тілеп жастарға ақ батаны беріңіз. Төл соғысып кәден, жасаңыздар құдалар. Бұйрық бауыр кәніге асаңыздар құдалар. Кәніге келіңіздер, құрметті құдалар, құдалар. Қош келсіздер. Қайтыңыздар құдалар. Құрметті ағайындар, құрметті қызметтегі жеңгелер, келген құдаларды құдағилар той төрінен орын алып жайғастырайық. Билеп көрейік кәніге. Құдағилар билеп қойық. Әнін шырқап тамаша тойларыңызда шырқылды. Тек сыйласып жүрелік, құдаларым мың жылдық. Билеңіздер шаттанып, гүлдей жайнап көңілім. Бүгінгідей беу құдалар тоймен өтсін өмірім. Төл соғысып кәден, жасаңыздар құдалар. Бұйрық бауыр кәніге асаңыздар құдалар. Ойрастарым бұл той, айтыңыздар құдалар. Шабан күйіп амынып, қайтыңыздар құдалар. Келіңіздер, құдалар, құдағилар, қадамдарыңыз құтты болсын, қош келсіздер. Олай бәрекелді. Келіңіздер. Төл соғысып кәден, жасаңыздар құдалар. Бұйрық бауыр кәніге асаңыздар құдалар. Ойрастарыңыздар құдалар. Бұйрық бауыр кәніге асаңыздар құдалар. Ойбастарым бұл той, айтыңыздар құдалар. Шаман күйіп армынып, қайтыңыздар құдалар. Mikrofon akıl masarlı. Ал енді мынау құрметті тойшыл қауым, армысыздар. Той төріне біздің құдаларымыз, құдағиларымыз келіп жайғасты. Дастарханымызға деген бір жақсы бата болсын. Бүгінгі жол үлкен жақсыларға, құрметті ата, құдалардан бір жақсы бата сұрайық.
Hoş gelipsizler, hürmetli kudalar. Amin. Hürmetli kudalar. Kudalarımız toyumuz. Toy balası versin, caslarımızı bakatlı olsun. Amin. Allah'ım. Rahmetullah. Bereketi halen hizmetli ağalar jengeler bizim kudalarımızga, kudalarımızga ıslık şaydan, ademi hizmetten şaşırıp görsedi. Kazranimen qarab 1-2 minutda toydu başlayımız ağayın. Kudalarga ıslık şaydan aparayıq. Sürkейлікен, бүгін қайтылар авторек Алланың құлағына шалынсы екен. Өз балаң қаншалықты жақын болса дағы, немерең, шөберең, оттан дастық деген екен. Армысыздар, құрметті тойға келген тойшыл қауым. Бүгін міне Қалдановтар отбасында киелі Оразгелді елінде тойдың иесі Қаланбай ағамызбенен Жаңылсын жеңгеміздің қуанышында шек жоқ. Себебі Алланың берген перзенттері ұлы ұяға, қызы қияға қонып, құшағы немереге толып отырған жағдайы бар. Біздің Айдар ұлымыз жарқыраған нұр сәуледей қызды алақанына қондырып, екі жастың арқасында екі ел табысып, шаңыраққа жарқыраған жұлдыздай қызымыз келіп, қуантып отырған жағдайы бар. Яғни бүгінгі тойдың тақырыбы екі жасымыздың құдандалы құдалық тойы. Екі жастың арқасында өмірге келген жұлдыздай қызымыздың бесік тойы. Сонымен қатар жастарымыздың әдемі бұйымтайлары, яғни келініміздің көрпетесі келіп қуантып отырған жағдай бар. Ал енді біздің бүгінгі күннің таңның атысы күндіз бесік тойды тойласақ, мәренің екінші бөлімі, яғни тойдың кешкі салтанатты думанды тойы, жастарымыздың неке тойы құтты болсын деп бір шамалап ұрып қойыңыздар. Енді жұлдыз қыз той төрінде шөбері сүйген аталары бар, әжелері бар, той үлкен, осы әулеттің үлкен аталары бар, апалары бар. Сол кісілерге арнайы сәлем берейінші, әпкетай тойды бастамай тұршы деген еді. Мен де жұлдыз қызымыздың сөзін құптап, қазақта қанат сөз бар. Жиеннің маңдайына нағаш сүйсе, маңдайы жарық, жолы ашық, нағашының жолын береді дейді. Ендеше шашулатып, құрметтеп, қошеметтеп, той иесіне деген қошеметтеріміз болсын. Бой көтеріп, қол соғайық, орнымыздан көтеріліп, жұлдыз қызды қарсы алайық ағайын. Шабалап қойыңыздар. Шабалақ болсын, мінекей. Жұлдызыңыздың маңдайынан сүйіп қойыңыздар, маңдай жарық болсын. Кеттік, маэстро. Sen aman
Canım, üstünce toy болып кетті ғой. Атасын, тоқтасаңшы, дәл маған шақшы берейін деп алады. Дәл атасы маңдайынан сүйіп қойдыңыздар. Ойбай, тоқтаңыз, қайт беріңіз. Иә. Міне, құрметті ағайын, мінеке Айдаржан. Айдарға кетті. Айдар келе ғой жаным, мына жерге тұрады. Құрметті жақсылар, мінеке той иесін құрметтеп, нәрестемізді кіші демей, бүгінгі жұлдыз қызымыз ортаға шыққан кезде, үлкенді кіші орындарыңыздан көтеріліп, қол соққандарыңыз үшін той иесінің атынан басымызды иіп тұрып рахмет айтамыз. Рахмет. Міне қазақта қанат сөз бар. Қос тойың қабат болсын дейді. Бүгін міне менің жолы үлкен осы қаланбай көкем қос тойын Ұланасыр көптің ақ тілегін алайын, балама батамды алайын деп Ұланасыр той жасап жатыр екен. Ұланасыр той құтты болсын дейміз. Мінеке Қожамқұл атамыздың ұрпақтары Жұмагүл анамыздың алтын құрсағынан жаралған Қаланбай көкемменен жаңылсын жеңешемізге той құтты болсын деп тағы да шабалақ ұрып қойыңыздар. Ал енді айналайын құрметті құдалар, міне нәрестеміз жұлдыз қызымыз нағашыларының ауылына барып қайтқан еді. Қызымыздың қоржынын құр қайтармай арнайы көрімдікпен берген жағдайы бар. Құрметті нағашылар, құрметті тойшыл қауым, біздің арнайы жұлдыз қызымызға берген көрімдіктеріңіз тойда қайтсын деп құдаларға да бір рахмет айтып қояйық. Рахмет құдалар, тойда қайтсын. Енді айналайын Айдаржан, Асқартаудай әкеңнің өзі көпшіл елдің ағасы, елге сыйлы азамат. Әке жолын қуып, әке болғаны құтты болсын қарағым. Тойшыл қауымға мені тойханаға кірген кезде арнайы Қаланбай көкем баршаға сәлем беріп қайтқан еді. 5 теңге беріп жатыр, шабалақ. Мінеке. Иә, біздің жол үлкен Жұмагүл әжеміздің апамыздың бауыры атын айтқаннан кейін жүрегі дүркілдеп, бауырлары көбейіп жатыр ғой деп мені қуанып жатқан жағдай бар. Әпшемізге де бір шабалақ ұрып қойыңыздар. Жаным әшейін. Айдаржан, әке көрген оқ дейді. Әке болған құтты болсын. Көргеніміз бар, көріспегеніміз бар. Тойшыл қауым қайын жұртың бар. Ассалаумағалейкум. Қош кепсіздерді бір амандасып ала қойшы қарағым. Ассалаумағалейкум. Қош кепсіздер. Қош кепсіздер. Ай, қош көрдік те бір шабалақ ұрып қойыңыздар. Рахмет. Ал енді мінеке Айдар ұлдарыңыз осында әуелетіп сәлемін берді. Ал ендігі жерде Айдар ұлымыздың жанжары Нұрсәуледей келініміз міне ана жолын қуып, кеше ғана бала келінет, бүгін міне ана келінін атанып әулетімізді ұлғайтып атқан жағдайы бар. Айналайын келінжан, мінеке Жұмагүл апаңның өзі өсіп өнген, ұлағатты, қандай үлкен жан еді. Сол Жұмагүл апамның университетін қызыл дипломға бітіріп, мінеке Оразкелді елінің алды болып отқан менің Жаңылсын жеңешемнің өзі қандай кісі, бір шабалақ ұрып қойыңыздар. Осы Жаңылсын жеңешемнің университетіне түскені құтты болсын. Құда қаласа енең сияқты қызыл дипломмен бітіріп, құшағыңды қызға тола берсін. Жаңылсынның келіні сәлем салмады ғой демесін. Тойшыл қауымға ағайын туыс қайынапше үлкен аталар, апалар бар. Сол кісілерге иіліп тұрып бір жақсылап сәлем сала қой қарағым. Ой, көп жаса. Осы әулет көбейте бер. 7-ден 8-ден көбейте бер. Ой, шабалақ болсын. Сен келін болсаң айналайын келін. Осы сәлеммен тойдың сағат 12-1-ге дейін смела жүре берді қойын. Шабалақ ұрып қойыңыздан.
жастарға өнеге өсиет көрсететін өзіміз, жастарды үлкенді өлгеннен кейін сәлемдестіріп алып жағдайымыз бар. Жастарымыздың сәлемін қабыл алыңыздар дейміз. Ал ендігі жерде бүгінгі тойымыздың бет-пердесін ашып, сахна төріне ақ батасын беру үшін мінекей Киелі Оразкелді елінің ел ағасы бүгінгі жарқыраған осында табысты елді мекенінде мінекей Панфилов орта мектебінде 25 жыл басшы болып, бүгінгі ұлағатты 3 дүркін депутат атанып, елдің ауданның құрметті азаматы болған, қазіргі 21 ғасырдың Ыбырай Алтынсарины деген үлкен атаққа ие болған біздің бүгінгі жұлдыз қызымыздың атасы, осы елдің ел ағасы Сейіткерім үлкен атамызды сахна төріне шақырамыз. Бір шапалақ ұрып қойыңыздар. Сонымен қатар мінекей жол үлкен осында міне Қаламбай көкемнің бауыры ел ағасы Тұрлыбай аға сахна төріне келе қойса. Бір құрметті қошеметті қол соғайық. Осы әулеттің үлкендері тойды ашып батасын беріп, бүгінгі жұлдыз қызымыздың қоржынына ақ батасын арнаса. Қош келіпсіздер құрметті аталар, қадамдарыңыз құтты болсын, ата болғандарыңыз құтты болсын. Тілек ниет өздеріңізде, аталы сөз, баталы сөз дейді ағайын. Тағы да бір қошеметті қол соғайық. Құрметті бүгінгі қуанышымызға, тойымызға келген қонақтар, құрметті құдалар, мынау үлкен бір қуанышқа келеліп, сіздердің бастарыңызды қосып, мынау немереміздің бауы берік болсын деп, қуанышымызды өздеріңізден бөлісейік деп, ата дәстүрмен, ата жолымен сіздерді арнайы шақырып отқан жағдайымыз бар. Ал енді бұл тойымыздың ерекшелігін қазір мынау тамадамыз, келініміз айтып өтті. Бір керемет, жақсы басталып отқан той. Міне барлықтарыңызда куә болдыңыздар. Бала бауыр етің дейді. Бұл деген үлкен қуаныш болса, екі жақа бірдей қуаныш. Құрметті келіп отқан мына құдаларымыз, құдағиларымыз. Мына немерелеріңіз құтты болсын, құда қаласа, бауы берік болсын, дендері сау болсын, үлкен азаматтар жетіле берсін. Екі елдің қуанышы болсын, құда қаласа. Ал енді мына тойдың мәселесіне келсек, мынау менің бауырым Қаламбай, келінім айналайын, жаңылыс мені қуанып, қуанышын бөлісіп, сіздерді шақырып, арнайы той беріп отырмыз. Бұл енді бір айта кететін нәрсе, Мырзашөл өңіріндегі көп ғасырдан бері жайғасқан Оразкелді елі, биыл біздің қуанышымыз қаласа мол. Мақтаарал ауданы екіге бөлініп, өзіміз тарихи қалпымызға келіп, және 90 жылдық үлкен мерекемізді өткізіп алдық. Міне осындай тарихы бар жерге сіздер келіп отырсыздар. Біздің қазіргі ауылымыз социалист құрылыс деп аталынған қазіргі табысты ауылы. 1928 жылы осы аудан құрылғанда бірінші рет ашылған колхоз деп есептелінеді, құрметті қонақтар. Бұл енді мәлімет үшін айтып жатқан жағдайымыз. Ал енді мынау келініміз келгелі құда қаласа, мынау абысындардың, енелердің берген бағасы ғой. Құдайға мың қайтара шүкір осындай келін бергеніне деп бүкіл ел болып қуанып жүрміз. Келін келгелі бері өзінің өнегесімен, жақсы қасиетімен, үлкенді сыйлайтын қасиетімен елге сыйлы үлкен абыройлы келін болып отыр. Міне осындай қызды тәрбиелеп берген мына келіп отқан құдағиға және сол елден келіп отқан тойшы қауымдардың барлығына рахметімізді айтамыз. Қазақта бір сөз бар: қызыңды еркелетіп асырада, еркелететін жерге тегін бер деген. Яғни қызыңыз келген жерде құда қаласа, мынау өзімнің бауырым қасында тұрған, құда өте бір жуас жан. Ал енді жаңыз келін мектепте талай жылдан бері үлгілі ұстаз, жұмыс істеп келе жатқан, елге танымалы өзіміздің келініміз, ұстаз келін. Міне осындай семьяға келін болып түскен сіздердің қыздарыңыз құда қаласа, менің қасында тұрған балам мынау. Міне
Құдай әйтеуір өмірлерін берсін. Бақытты болыңдар айналайын жастар. Бақытты болыңдар. Екі жақтың қуанышы болыңдар. Мынау құда болғанда араларыңызда жорға қатынайтын сыйлы, елге сыйлы құда болайық. Құда қаласа осы екі жастың қызығын көріп, сіздер де біз де қуанып жүре берейік. Құдай әрдайым осы біздің жастарымыздың қуанышына келуге нәсіп етсін. Тойымызға қош келіпсіздер, құрметті құдалар. Әлгі де айтып өттік қой, Құда қаласа бұл тойымыз осылай басталып отыр. Бұл бірінші бөлімі, ал екінші бөлімін сағат 7-лерде төмен түсіп, төменде үлкен бір қонақтарды шақырған тағы жағдайымыз бар. Сол жерде де тойымыз ары қарап жалғасады. Енді Құда қаласа тойымызды ашық деп жариялай отырып, тойға келген қонақтарға да құтты болсын айтамыз. Келіп отқан мінерлі келіндеріміз бар, жеңгелеріміз бар. Бұл кісілерге де құтты болсын айтайық. Бұл той өйткені әрі бесік тойы деген бұл үлкен қуанышты той. Осы тойды қосып, екі тойды бір беріп отырғанымыз, жаңадегі тамадамыз айтқандай, бұл үлкен бір қуаныштың айғағы деп түсініңіздер. Құдай аманшылық берсін, осындай той, қуанышымыз мол бола берсін. Құдай екі елдің ынтымағын берсін, елдің амандығын берсін, дастарханның молдығын берсін. Әлемді жастарымыздың Құда қаласа қызығын көріп, бақытты отан болғанын, өмірлі-шүбірі болып, мені Құда қаласа қызығын көріп жүре берейік. Тойымызға қош келіпсіздер, құрметті қонақтар. Тойымызды осымен ашық деп жариялап, Құда қаласа мына тамада қызымыз ары қарап жалғастырады. Бірінші бөлім сол сағат 7-ге дейін деп отырмыз. Сағат 7-ден кейін ары қарап үлкен тойымызды тағы да жалғастыратын боламыз. Қош келіпсіздер. Жақсының жақсылығына нұр тассын дейді. Міне сейткерін атамыз, елдің елеулі халықтың кереметтей қалаулы үлкен ел азаматы. Мінекей Алла бұйыртып тілек ниетіңізді қабыл қылсын. Жастардың мұраты асыл болсын. Алла бұйыртып жұлдыз қызымыздың арқасынан сіз сияқты ел билейтін азамат ол келсін деп бір шабала құрып қойыңыздар. Құда-құдағайлар төге шыққандар, тоғысының наудың бүгінгі кешкі себептер мынау қызымыз жұлдыздың бесік тойы екен. Қызымыз әйтеуір елге елеулі халқына қалаулы қыз болып үлкен болып себебін не айта беремін, мен осыны ағамыз сөзін қосыламын. Құда қаласа мынау той құтты болсын бәрі. Ініме бауырын айтып отқан ағам келінге дендер сау болсын, әйтеуір той көре берсін. Айтқандарыңыз жетсін, рахмет, бәрекелді. Мінекей, енді әдемі бір бүгінгі күннен әдемі бір естелік болсын, бір суретке түсейік, жақындаңыздар. Келіңіздер, атаң жақында. Қарты бар елдің қазынасы бар дейді ағайын. Мінекей Қаланбай көкеміздің Асқартаудай әкесінің анасының көзін көрген жақсылар. Тарихтан тереңдетіп, шежіреден шертіп тұрмақ тілектеріне да рахмет. Ұлағатты тойымыз құтты болсын. Bir шамала құрып қойыңыздар. Руындайсам көңілің суынғандай, мен қазақпын сүйемін әр қазақты. Құдаларға тойдарына мен әкеден туылғандай, жүзің қандай дейсің бе жүзің қандай, жүзімді айтсам жүзіңіз қосылғандай, мен қазақпын сағынам әр қазақты, бір әулеттен түлеген қызылдардай, мен қазақтың сағынам. Ой, рахмет. Енді сәл бір минут тоқтап тұрыңыздар. Енді сіз екі жас, сізге рұқсат. Енді құрметті жақсылар, бүгін той болғаннан кейін әрбір тойдың асабасы той басшысы болады. Мен енді өзімді бүгінгі ұлан-асыр думанды тойымыздың әдемі асабасымен таныс болыңыздар. Алдарыңызда Мақтаралдың мақтанышы болған, Жетісай ауданының жетістігі жарқын жұлдызы болған, республикалық, облыстық деңгейде үлкен марапатқа ие болып жүрген азулы асаба, әнші Алмаштай қыздарыңызға бір шабала құрып қойыңыздар. Алматай қыз,
Рахмет. Мен енді осы сәтті пайдаланып, жақсы бір думанды ұлан асыр тойда өзімді тереңірек таныстырған жөн көріп отырмын. Айналайын Нұрсәуле, қызыңды ала қойшы. Бүгінгі қуаныш иелері, той иелері жалдамалы асаба емес, асабалардың ішінен таңдамалы асабаны таңдап, бүгінгі ұлан асыр тойға өздеріңізге тарту етіп атқан жағдайы бар. Мен өзімді тереңірек таныстырып өтейін. Киелі ұлы жүз елі менен қыз алып қыз бергенмін. Ол елге құдаша болатын жағдайым бар. Қаракөсе елінің еркелеген ерке қызы боламын. Шүлен таратқан Оразкелді елінің келіні боламын. Тойшыл қауымға, Оразкелдерге иіліп тұрып сәлем берейін. Қабыл алыңыздар. Рахмет. Аллаға шүкір, Оразкелді еліне келін болып, құт болып қонған жағдайым бар. Құшағым ұлды қызға толып, ата енем батасын беріп, көптің тойын тойлап жүрген жағдайым бар. Оразкелдердің қазір атын атайын, осы сәлеммен жуып шайып кетсін. Тағы да бір сәлемді қабыл алыңыздар. Әнші сала бермесе мен салам ғой. Енді Қаракөсе Оразкелді болғаннан кейін бүгінгі тойға бөтен емес екен. Жаңылсын әпше, сіздің де мынау теңдей 50% ағыңыз бар ғой. Олда асықтай, олды күміс қасықтай қызды тудыңыз. Қаланбай жезде күн жарып қой, әпшемде құрметі бар шығар. Кешке дейін балдыз болайыншы, жезде боласыз деп қойды. Шабалап қойыңыздар. Кешке жағы тақ тойда бұл кезде уже келін болып қызмет жасайын, әпшемді құрметтейін да, Қаракөсе болып бір балдыз болып той басқарайын енді. Мынау айналайын келін, жаңа үлкендердің атын атай берді ғой демеңіздер. Сәл балдыз болсам, үлкендердің атын атасам, құдаша атады ғой деп өкпелемейді сонда. Құрметті жақсылар, бүгінгі тойдың асабасы Алмаш қыздарымызға бір шабалап ұрып қойыңыздар. Ал енді тойда ашып берген үлкен ел ағаларының құрметіне жақсы бір ән айтып берейін. Құрметті ағалар, жеңгелер, құдалардың алдынан қызметті аямайық, той құтты болсын. Қабыл алыңыздар. Той бастар ән сіздер үшін.
нағашылары Әбдіғали үлкен нағашы бастаған, Күләнда нағашы қоштаған, арнайы Шымқаладан бүгінгі тойға келіп отырған Оғылай атты үлкен нағашы бастаған топ түп нағашылар сахна төріне келіп қойыңыздар. Сонымен қатар біздің Айнар ұлымыздың нағашылары, Фатима апамыз, менің апам мінекей, үлкен жол үлкен, Сайдаппар үлкен нағашы, Ләззат, Гүлнар нағашы әпше бастаған бажабалыздардан, Бекзат бөле бастаған, жаппай түп нағашылар, сүт нағашылар сахна төріне келіп қойыңыздар. Anama doğsan, canımda olsan, жүреді әрқашанда сен. Шәкірткен кетсін, көрініп қалса, маған шығатқан жігіт. Шәкірткен кетсін, көрініп қалса, енді жүк маған шығатқан жігіт. Ләйлі өшеміз. Anama doğsan, canımda olsan, жүреді әрқашанда сен. Менің жанасың әнім, кезімді сағынған, қасымнан алынған, біріңді үш шалқың өзің сені бағашылған. Анама туылсан, жанымда болсан, жүреді әрқашанда сен. Менің жанасың әнім, кезімді сағынған, қасымнан алынған, біріңді үш шалқың өзің сені бағашылған. Ой, рахмет, қош келіпсіздер, құрметті нағашылар. Енді мынау той төрінде келіп отырған жаңа құдалар, Нұрбол құдамыздың, Балуыздай құдамыздың үлкен бауырлары, үлкен аталар, қазір сіздермен тілек алаңында арнайы танысатын боламыз. Қазір сахнаға шыққан осы әулеттің түп нағашылары, сүт нағашылары ақтілекті арнайын деп жатыр ағайын. Ал енді сөздің реті келіп жатса, үлкендеріміз бір-бір ауыз таныстырып ақтілекті арнайы. Мен енді жолы үлкен түп нағашыдан бастаймын.